Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен муравейник тәттісін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға еріген сары майымызды құямыз, қантымызды және де сметанамызды құйып жақсылап араластырып шығамыз. Барлық қоспалардың мөлшерін видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Араластырып болғаннан соң електен өткен ұнымызды алып, кезекпен бөліп салып, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай қолымызбен 2 бөлікке бөліп, пакетке салып, морозильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Енді біз жаңағы қатып тұрған морозилкада 30 минут сақтаған қамырымызды алып, осылай үккіштен өткізіп шығамыз. Барлығын осылай өткізіп, біркелкі жайып аламыз да, міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Әзірге біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды және де сахарный пудраны салып миксерлейміз. Араластырып алғаннан соң ыдысымызға вареный сгущенка 2-3 қасықты бөліп салып, тағы да миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Біздің енді духовкадағы қамырымыз осылайша қызарып піседі, үгітілмелі болып шығады. Содан соң ыдысымызға қолымызбен қамырымызды осылайынан бөліп аламыз. Қатты ұн сияқты майдалап жіберудің қажеті жоқ. Арасында осындай ұнтақтары болса болады. Осы тестамыздың үстіне жаңағы дайындаған кремімізді салып, жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң осы ыдысыңызда тұрып, бетін тегістеп қойып, торт ретінде қатырсаңыз да болады. Немесе осылай стакандарға салып, әдемілеп ұсынсаңыз болады. Және тағы бір жолы, егерде қолыңызбен жай ғана домалақтап қойсаңыздар да болады. Мен осылай стаканмен істедім. Стаканыңызды бірінші салқын суға батырып алып істесеңіздер, ішіндегі муравейниктарыңыз жақсы түсетін болады. Неке қыздар, біздің муравейниктарымыз осылай дайын болды. Бетіне қалауыңызша шоколадты ертіп құйсаңыз, немесе сгущенканы жағып қойсаңыз да болады. Мен бетіне осылай тәттілерді сеуіп қойдым, әдемі болып тұрады. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналымды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.